Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте оңай дәмді болып шығатын етсіз котлет дайындайтын боламыз. Міндетті видеомды соңына дейін қарап, лайк басып барнама тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен гречканы пісіріп алып, үстіне 2 жұмыртқаны жарамыз. Екі қасық қаймақпен дәміне қарай тұз, перец қосып араластырамыз. Шамамен 15 минуттай миксерлейміз. Енді алдын ала дайындап турап қойған пияз бен сәбізімізді қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз, перец қосып, тағы да араластырамыз. Енді гречканың үстіне дайын болған салмамыз бен майдалап туралған чеснокты қосып араластырамыз. Енді қолымызды кішкене майлап, котлетті алып, пішінін келтіріп, ұнға батырамыз. Осылай барлығын ұнға батырып, дайындап аламыз. Енді қызып тұрған майда барлығын пісіреміз. Осымен өте оңай, етті қажет етпейтін котлет дайын болды. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап, іштеріңізді қуантыңыздар. Видеом ұнаса лайк басып, барнама тіркеліп кетіңіздер.